Ғажайып жаңа жыл. Қыс мезгілінің бір керемет кеші еді. Ақ ұлпа қар жер бетін жұмсақ көрпедей жауып тұрды. Айбар мен аяулым терезеден сыртқа қарап, жаңа жыл мерекесін асыға күтіп отырды. Бір кезде екеуі жылы киініп сыртқа шықты. Далада әппақ қар жапалақтап жауып тұр. Қардан жасалған мүсіндер сондай әдемі көрінеді. Әсіресе қардан жасалған қар адамы Айбар мен аяулымға ерекше болып көрінді. Аяулым оны құшақтай алып, тіпті қар адамымен қол ұстасып би де биледі. Айбар мен аяулым үшін жаңа жыл мерекесі таңғажайыпқа, сиқырға толы керемет мереке. Қар адамы биылғы жылы аяулым мен Айбарға өзінің сыйын ала келген екен. Бұл сыйлықтар тек қана ойыншық емес, достыққа, мейірімге толы сыйлықтар еді. Аяулым мен Айбар қар адамымен достасып, бүгінгі күннің көңілді өткеніне мәз болды.